Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Гүлбану. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын шоколадты пирог жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды және шекерімізді салып, миксердің көмегімен 2 есе үлкейгенше жақсылап шайқап шығамыз. Достар, менің каналымда шығатын жаңа рецептке жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Және үстінен жылы сүтімізді құямыз. Қою массамызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстінен какао және қопсытқышымызды салып, араластырып ситадан өткізіп аламыз. Сұйық массамызға майымызды құямыз. Сұйық майды және араластырып, ұнымызды екіге бөліп салатын боламыз, бірден емес. Осылай барлығын араластырып дайындап аламыз. Арнайы формамызға салып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минутта пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Толықтай суытатын боламыз және ганажымызды дайындаймыз. Мен алдын ала дайындап алдым ганажымызды. Шоколадқа сары майды салып, водяной баняда ерітіп алдым. Рецебіміздің құрамы мен мөлшерін описаниенің астына қалдыратын боламын. Осылай шоколадымызды барлығын бір келкетіп жайып шығамыз. Және әсемдік үшін бетіне жаңғағымды сеуіп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша не бар үйлеріңізде соны сеуге болады. Міне достар, бізде осындай керемет пирогымыз дайын болды. Балаларға қатты ұнайды бұл пирог. Және бұл пирогымыз өте нәзік және жұп-жұмсақ. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын.